Есік қағылды, ашсам, қара костюм шалбар киген екі жігіт тұр. Біз ФБР-денбіз деді. Сонда аузыма бірінші түскен сөз: неге сонша кешіктіңдер дедім. Мен оларға шынымды айттым. Мен өз бомбымды жасап, сосын оны ислам орталығының жанына апарып орналастырып, банк жанындағы көлік тұрағында оны іске қосып, сосын шоуды тамашалау. Жастығымызда көріп өскен фильм Рэмбо еді. Рэмбо өте мықты, құрметке лайық. Ол сонда ержүрек еді. Міне осы менің қалауым дедім. Мен кетіп теңіз жайы әскеріне қосылдым. Мен соғысуды қаладым. Алғаш рет маған оқ дегенде, есімде сол кезде сағатыма қарап, жігітім өткен жылы осы уақытта ағылшын сабағында болыппын дедім. Бірақ мен бірнеше соғыста бол. Таяу шығыстағы операциялар, Оңтүстік Америка, Филиппин, Сомалиде. Көрген ең жаман нәрсем балалардың өлік денелері еді. Оған назар аудармадым. Ол жерде өз жігіттерім үшін болдым. Мына әрбір жас тамшысы өлді дегенде салынып отырды. 26-тан кейін салуды тоқтаттым. Теңіз жаяу әскерінде бізді былай үйретті: есіңе ал, кейін оны ұмытып кет дейтін. Бірақ бір уақытта оның бәрі жиналып келгенде, сен оны жадыңнан ешқашан өшіре алмайсың. Сол уақытта жан дүниеңнің жай-күйін маған көрсете аласың ба? Бір күні әйеліміз екеуміз аяқ киім дүкеніне бардық. Сол кезде алыстан екі әйелді көрдім. Қара орамал жамылған. Менің дүкенімде. Жылап тұрып, жалынып тіледім. Екеуінің басын бұрап жұлып алуға күш сұрадым. Өте қатты ашулы болдым. Ішім жек көрінішке толы болды. Сол кезде әрбір 2 күн сайын бір шөлмек арақтан ішіп отырдым. Мен жоспар құрдым. Өзім қолдан жасаған жарылғыш затты жасап, сосын оны Мунси ислам орталығының жанына апарып, жарғым келді. 200-ден аса адамды өлтіру немесе жарақаттау жоспарымда болды. Өз отаным үшін істеген соңғысы ретінде берілген мүмкіндік екенін көрдім. Сол менің ақталуым болды. Бұл ісім үшін түрмеге қамалатынымды білдім, бірақ маған бәрібір болды. Исламды жек көруім өмір сүруіме жалғыз сеп болды. Бір күні кішкентай қызым үйге келіп, 2-ші сыныпта оқитын кезі, өзінің жанында отыратын кішкентай бала жайлы айта бастады. Анасы оны алып кетуге келген. Қызым айтады, ол басына орамал таққан, тобығына дейін жететін ұзын көйлек киген, сосын көзінен басқа еш нәрсе көрінбейді дейді. Сол кезде оның сөзін бөлдім. Балалардың тіпті басқаның қасында да айтуға болмайтын сөздерді айтып тастадым. Қызым ештеңе демеді, бірақ оның түрінен көрініп тұрды. Есімде, сол кезде қызым маған қарап, әлемде ең есі ауысқан адам осы болар деген ойда қарап тұрғанына сенімдімін. Қызым кішкентай досым еді. Біз жолдың төбеттеріміз деп айтатын еді. Білем, сол кезде оның көздерінде махаббат қайда деген сұрақ болды. Міне сол кезде жарық шамы жанды. Міне содан кейін ол қоғамдастық мүшелеріне бір мүмкіндік беремін деп шештім. Сөйтіп, ислам орталығына бардым. Ішке кіргенімде аяқ киімінше жатқан бір жігіт маған қарап жымиды. Қандай көмегім керек деді ол. Иә, маған ислам жайлы үйрет дедім мен оған. Ол барды да маған Құранды келіп берді. Осыны оқы, сұрағым болғанда кел деді. Солай істедім. Кітаптан кейбір нәрселерді көргенде, міне, осы жерден ұстадым оларды деп, түсіндірші осыны маған дейтінмін. Бірақ олар түсіндірді. Бұл қандай да бір ояну болды. Ұзын сөздің қысқасы, ислам орталығына кірген күннен 8 апта өткеннен кейін мен ислам дінін қабылдадым. Мен мұсылманмын, соғыс ардагері, мақтан тұтар америкалықпын. Осы күнге дейін дұрыс деп білген барлық нәрселерімде өте қатты қателескенімді сезіндім. Юдаизмнің өз айтатыны, ислам дінінің өз айтатыны, христиан дінінің өз айтары бар. Ең қызығы барлығын айтатыны бір нәрсе. Ол дегеніңіз бейбітшілік және махаббат. Мистер МакКинниге сөз беруге рұқсат етіңіздер. Мен үшін маңыздысы жек көрушілікті тоқтату. Жек көрушіліктен ешқашан жақсылық шыққан емес. Мен көптеген нәрселер жасадым. Көп адамның жүрегін ауырттым. Сонымен өмір сүруге тура келеді. Егер мен бір адам бойындағы жек көрушілікті тоқтата алсам, онда менің жеңгенім.